Ассалаумағалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені сіздердің арнаға тіркеліп видеоны бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. 2020 жылдың желтоқсан айының соңында Foreign Policy журналы соңғы 10 жылдықта Қытай мен ақш барлау агенттіктері арасындағы ғаламдық деректер соғыс туралы ұзақ зерттеу мәлімдеме жариялады. Мәлімдеме 30-тан астам ақштың қазіргі және бұрынғы барлау және ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерімен сұхбаттасуға негізделген. Мәлімдеме 3 бөлімге бөлінген. Бірінші бөлім Қытай коммунистік билік ұрлаған деректер арқылы американдық барлау қызметкерлерін анықтау туралы мәліметтер. Екінші бөлім Обама дәуірінде ақш барлау агенттіктері Ши Цзиньпин билікті шоғырландыру процесінде қалай күрескен туралы. Үшінші бөлім Трамп дәуіріндегі ақш барлау агенттерінің жұмысы және Қытай коммунистік биліктің барлау агенттері мен технология алпауыттары арасындағы ынтымақтастықтың артуы. Бұл жерде бірінші бөлімді ұсынамыз. Шамамен 2013 жылы ақш барлау агенттігі таңқаларлық мәселені байқады. ақштың Африка мен Еуропа елдеріне жасырын жіберген барлау агенттерін қысқа уақыт ішінде Қытай барлау агенттігі анықтады. Мәселе қайда? Мәселені тексеру үшін 20 жыл бұрынға қайту керек. ақштың бұрынғы ұлттық қауіпсіздік жөніндегі шенеунік ақш пен Қытай бір-бірімен әлемдік деңгейде соқтығысып қалды. Бұл жаһандық Пандораның сандығын ашты деді. 2000 жылдан 2010 жылға дейін ақш Қытайдағы барлау кадрларын дамыту үшін Қытай коммунистік биліктің жемқорлық әрекеттерін пайдаланды. Қытайда 2000 жылдары Қытай шенеуніктерінің ресми жалақысы жоғары болған жоқ, айына 2000 юаннан аспайтын. Бірақ шенеуніктердің жалақының бейресми табысы қызметтік жалақыдан әлде қайда асып түскен. Сол кезде жемқорлыққа қатыспаған шенеунік өзінің әріптестері үшін ақымақ болып саналатын еді. ақш барлау агенттігі өзінің агенттері мен информаторларына өте жомарт ақы төледі. 2000 жылдары егер олар белгілі бір елдердің, мысалы Қытай, Ресей, Иран және Солтүстік Корея дипломатиялық мекемелеріндегі ең жоғары агенттер болса, олар жылына $1 миллион ақша таба алатын. Мұндай сыйақы алуан түрлі формада болуы мүмкін. Мысалы, шенеуніктердің балаларының шетелдегі жоғары оқу оқитын оқу ақысы мен тұрмыстық қаражатын төлеп беру. Қытай шенеуніктері ақш барлау агенттігіне сәтті жалдануы Бейжіңнің есін жиғызды. ақш барлау агенттіктің бұрынғы жоғары лауазымды қызметкерінің айтуынша, Қытай коммунистік билік өздерінің мәселелерін көруге мәжбүр болды, ал біздің қателіктеріміз олардың мәселелерін көруге көмектесті. Жемқорлық тек Қытай коммунистік партияның өз елінде әмір жүргізуіне қауіп төндіріп қана қоймай, сонымен бірге ақш барлау агенттігі сияқты жаудың барлау агенттіктері үшін бір үлкен орай дайындап берді. Қытай коммунистік биліктің сол кездегі хатшысы Ху Цзиньтау 2012 жылғы партияның съезінде, егер біз осы жемқорлық мәселесімен жақсы күресе алмасақ, бұл тіпті партия мен елдің күйреуіне әкелуі мүмкін деді. 2012 жылы соңында Қытай коммунистік биліктің басшысы Ши Цзиньпин жаңа жемқорлыққа қарсы науқан жариялады. Жемқорлыққа қарсы науқан биліктің күшін шоғырландырудан бөлек ақштың барлау агенттігінің әрекеттерімен байланысты болды. ақштың бұрынғы барлау шенеуніктері Ши Цзиньпин тазалағанға дейін Қытай ұлттық қауіпсіздіктің ұсақ жемқорлық әрекеттері барлық жерде болған деп мәлімдеді. Бірақ Ши Цзиньпиннің соққысының арқасында бұл әрекеттер тиыла бастады. 2010 жылы Қытай коммунистік билік ақштың барлау агенттігінің қызметкерлері Қытайдың әскери барлау агенттіктері мен тағы басқа орындарға таралғанын анықтады. Қытайдың барлау агенттік қызметкерлері ақштың барлау агенттері өз арасындағы жасырын байланыс жүйесіндегі саңылауды қолдана бастады. Бұл саңылауды алдымен Иран ашқан, ал Тегеран бұл құпияны Бейжіңге айтқан болуы мүмкін. 2010 жылдан 2012 жылға дейін ақш барлау агенттігінің Қытайдағы агенттері Қытай коммунистік биліктің аяусыз жаныштауына ұшырап, ондаған адамды Қытай коммунистік билігі түрмеге жапты және өлтірді. ақштың барлау агенттігінің бұрынғы шенеуніктерінің естеліктеріне сәйкес, 2010 жылға қарай Қытай коммунистік биліктің ұлттық қауіпсіздік комитеті туристік барлаудың күрделі жоспарын құрды және рейстер мен жолаушылар тізімдерін қадағалайтын мәліметтер базасын жасады. Біз өте мұқият зерттедік және Қытай тыңшылары белсенді жұмыс істеп жатыр. Осы жоспарды пайдалану арқылы анти-барлау және қарсы жаққа шабуылдау әрекеттерін іске асыруда. ақштың барлау агенттіктерінің әрекеттерін анықтамас бұрын Қытай коммунистік билік тыңшылары көптеген деректерді ұрлап алғаны сөзсіз.
Алайда 2010 мен 2012 жылдардағы аласапыран Бейжіңге үлкен және тәуекелді мақсаттарды көздеуге, сондай-ақ көптеген ұрлаған ақпаратпен жұмыс жасайтын инфрақұрылымды біріктіруге түрткі болды. Дәл осы уақытта Қытай барлау агенттіктері деректердің көп мөлшерін ұрлау мүмкіндігінен пайдалы ақпаратты жылдам талдау жүйесіне көшті. ақш шенеуніктері сонымен қатар Қытай коммунистік биліктің барлау объектілерінің көпшілігі тіл мен деректерді өңдеу орталықтарының жанында орналасқанын байқады. Дәл осы жаңа мүмкіндіктер Қытай коммунистік биліктің тыңшыларының ақш персоналды басқару кеңсесіне сәтті шабуыл жасап басып кіруге мүмкіндік берді. Бұл қорқынышты әсер етті. Шамамен 2010 жылы ақш барлау агенттігі таңғаларлық мәселені байқады. Африка мен Еуропа елдеріне жіберілген ақштың жасырын тыңшыларын Қытай коммунистік биліктің барлау агенттігі қысқа мерзім ішінде анықтап отырды. Кейде тіпті ақштың тыңшылары бір елге келе салысумен Қытайдың барлау агенттерінің қадағалауына дереу түседі. Тіпті кейде Қытай коммунистік биліктің барлау қызметкерлері жасырынсыз күйде ақштың тыңшыларын бақылап жүреді. Қытай тыңшыларының осындай әрекеттері ақш тарапына өздерінің ақштың тыңшыларын анықтап болғанын айтқысы келеді. Бұл ауытқушылық ақш биліктегілерді үрейлендірді. ақш барлау қызметінің бұрынғы шенеунігі Қытайлар ешқашан ақштың жасырын агенттің кім екендігін және қай жерде жүргенін білмеу керек еді. Алайда Қытайдың тыңшылары бұл ақпаратты қалай алғанын ақш шенеуніктерін ойландырды. Бұрын болса ақш барлау агенттігі іштен сатқындарды іздей бастау мүмкін еді, бірақ қазір олар бұл Қытай коммунистік биліктің интернет шпионымен байланысы бар дейді. Нақтырақ айтсақ, Қытайдың американдық персоналдық басқару кеңсесіне сәтті басып кіруіне байланысты болуы мүмкін деп ойлайды. Сол уақиғада қытайлық хакерлер 25 миллион 500 мың ақштың қазіргі және бұрынғы шенеуніктерінің, олардың жұбайларының және жұмысқа орналасуға өтініш білдіргендердің жеке мәліметтерін, оның ішінде денсаулығы, тұрғылықты жері, жұмыс орны, саусақ іздері және қаржылық деректерді ұрлап алған. Кейбір адамдардың қауіпсіздік туралы тексерулерде егжей-тегжейлі ұрланған. Бұл тексеру адамның психикалық денсаулығы туралы жазбалар, жыныстық тарихы және хобби туралы, сондай-ақ адамның шетелдегі туыстарының үкімет тарапынан бопсалауы мүмкін екендігі туралы түсінік бере алады. ақш бұл осалдығын 2015 жылға дейін жарияламағанмен, ақш барлау қызметкерлері 2012 жылы қытайлық хакерлік шабуылдары туралы алғаш рет хабардар болған. ақш барлау қызметкерлерінің айтуынша, персоналдық басқару комитетіндегі ақпарат саяхат туралы мәліметтермен және басқа ұрланған мәліметтермен салыстырғанда Қытай коммунистік билігінің барлау агенттігіне мінез-құлық нормалары, жеке түйіндемелер немесе жұмыс орнындағы тәжірибелер туралы маңызды ақпарат беруі мүмкін. Ал бұл маңызды ақпараттар арқасында Қытай барлау агенттігі кім ақштың тыңшылары екенін шамалап білуге болады. Бұрынғы ақш барлау агенттігінің Қытай зерттеушісі Гейл Хелт ақш персоналдық басқармасына шабуылына қатысты реакциясын еске түсірді. О жаратқан, бұл Қытайға барған барлық адамдар үшін нені білдіреді? Бұл біз қабылдаған адамдар үшін, біз сөйлескен адамдар және олардың отбасылары үшін нені білдіреді? Бұл болашақта ақш барлау агенттігінің қызметкерлерді қабылдау үшін нені білдіреді? Бұл шынымен қорқынышты, бұл мүлдем қорқынышты деді. ақш бұрынғы ұлттық қорғаныс барлау агенттігі директорының орынбасары Дуглас Уайс ақштың бүкіл барлау саласы Қытай хакерлік шабуыл оқиғалары төңірегінде шығындарды бағалауға мәжбүр еткен терең алаңдаушылықтарын білдірді. Өйткені Қытай коммунистік билігі ақш үкіметінің ерекше жұмыс орнының талаптары мен үдерісін игергендіктен, Қытай коммунистік билігі ақштан ұрлаған деректерін сүзіп, идеалды жеке түйіндеме рәсімдеп, тыңшыларын ақш үкіметінің ішіне жасырын кіргізуі мүмкін деп алаңдайды. ақш персоналды басқармасынан ұрлаған деректерді зерттеу Қытай коммунистік билікке ақш барлау жүйесінің жұмысы туралы бұрын-соңды болмаған түсінік берді. Сонымен бірге ақш барлау агенттігі Қытайдағы мұқият орнатқан агенттерінің желісі толығымен жойылғандықтан, ақш үкіметі Қытай коммунистік билікпен қалай күресуге болатындығы туралы көп дау тудырды. Достар, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің тіркеліп пікір қалдырып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.